Назар аударыңыз. Керемет хабар. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Барша зейнетақы алатындар тезірек хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Еліміз және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видеоролигіміз кеңінен тарап, қажет жерлерге жету үшін видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше бастадық. Еліміздегі ең төменгі зейнетақы мөлшері қанша теңге? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстандағы ең жоғары зейнетақының мөлшерін жариялады деп хабарлайды Айқын KZ. 2023 жылдың бірінші қыркүйегіндегі жағдай бойынша кестеге сәйкес ай сайынғы ең жоғары төлем мөлшері шамамен 743 теңгені құрайды делінген ресми сауалға берген жауапта. Сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары ай сайынғы табыстың 10% мөлшерінде белгіленіп, Қазақстандағы ең төменгі жалақының 50 еселенген мөлшерінен аспауы тиіс. 2023 жылы 4151 салымшы жеке зейнетақы шоттарына ең жоғары 350 мың теңге сомасында 5 міндетті зейнетақы жарнасын аударды. Осылайша 2023 жылы ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге тең, яғни 350 мың теңгені құрайды делінген қорытындыдағы ведомство. Басқаларды тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді достарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасау мен тең екенін ұмытпайық. Сау саламатта болыңыздар.